Көңілдестер. Сезімдері мектеп партасынан басталған Гүлжан мен Сапардың өлшеусіз махаббаттарына қарап, оларға қызғана қараған жандар аз болмаған. Бір жасықта қартаюды жазсын деген қариялар, батасы періште құлағына шалынбай, Алла тағалаға жаны қажет болған Сапарды жер қойнына тапсырып, өзі мен тағдырына лағнет айта, бетін тырнап, денесін жұмалап, Гүлжан зарлап қала берді. Тфу, қара бет, байының алтын басын жалмап, соқа басын қалдыма деп, орнынан таяқ сүйене тұрған енесі Мінай апа келініне жиіркене қарап үйден шығып кетті. Гүлжан мен Сапар отау құрып, жап-жақсақ өмір сүре бастаған. Әкесінің берген бірнеше қара малы мен Мінай апаның киіз, көрпесін алып, елге құдай атап, еншісін алғалы қашан. Сапар зауытта дәнекерлеуші қызметін атқарса, Гүлжан бала туып, үй шаруасын айналдырады. Айлық жалақысы көңілге қонымды болғанымен, Сапардың денсаулығы сыр бере бастады. Үйінің керек жарағы, ішіп-жемі мен киім-кешегі түгелдей Сапардың мойнында. Не ішіп, не кием деп уайымға салынбайтын Гүлжан, балаларын мектепке жіберіп, көршілердің үйіне жиі барып, әңгімесін айтып, шайын ішіп қайтатын. Күндердің күнінде Сапардың денсаулығы күрт нашарлап, жұмысынан қол үзуге мәжбүр болды. Жұмысынан өтемақы талап еткенімен сұрағанын толық ала алмай, біраз сандалды. Алғашында күйеуінің ақшасы таусылғанша ойына еш нәрсе кіріп шықпаған Гүлжан оңды-солды қаражатты шаша берді. Сапардың ауруханаға жатып, ем қабылдауына тура келді. Қорадағы қойын сатып, дәрі-дәрмектерін алды. Ем домы дұрыс қонбай, дәрігерлер диагнозын таба алмай, әбігерге салынып, бір шама уақыттарын босқа өткізіп алды. Гүлжан шарасыздықтан ата-енесіне көмек сұрап баруға бел буды. Жастайынан тұрмыс таршылығын көрмей, алаңсыз ақша жұмсап өскен Гүлжан Сапармен 15 жылдық өткізген өмірінде баршылықта өткізді. Ешкімге басын имей, қарызға ақша сұрап, имене келген жандарға шіреніп, кеудесін кере, шатырлап санап, тездетіп қайтарыңдар деп дүрсе қоятыны есінде болса да, онсын ойына алмай, ата-енесі мен күйеуінің бауырларынан өзі де қарыз сұрауға барды. Амал лажы таусылып, басын әрең игенсіп, қажетті соманы алып үйіне қайтты. Жоржбай дүкенге кіріп, пакетін толтырып, шұжығы мен тәтті сусындарын ала кетті. Тамақтан еш тарылып көрмеген келіншек, ақшасы басқа мұқтаждыққа керек екенін біле тұра, дүкеннен үстіне жапсырар көйлекті алған еді. Көп ұзамай Сапар ауруханадан шығып, үйіне оралды. Әйелі мен бала шығасын шұқырып отырғанына жүрегі ауырып, мазасы қашты. Қой, мұның жарамас деп, жеңіл-желпі жұмыс қарастыруға кірісті. Жеңіл жұмыс оңай табылсын ба? Қанша әрекеттенсе де, нәтижесінен ештеңе шыға қоймады. Балалар лагеріне тәрбиеші қажет дегенді естіп, дереу жұмыс сұрап барып еді. Біз қыздар тобына тәрбиеші қарастырудамыз деп жауап қатқан әкімшіге еш ойланбастан, менің келіншегімді жұмысқа алыңызшы деп өтінді. Үйіне барып Гүлжанға айтып еді, келіншегі лажсыз келісім берді. Себебі үйде жейтін азық тиын-тебенінде қалмап еді. Жұмыс дегеннің не екенін түсінбейтін келіншек амалсыз лагерге жұмысқа тұрды. Дайын асқа тік қасық болған келіншек бір жұма шаруаға ие болмады. Абырой болғанда жандағы тәрбиешілер Гүлжанға жол сілтеп, көмектесуге тырысты, әсіресе кеңес. Өзіне өмір бойы күтім жасап келген Гүлжан 30-дың ортасына жасы келсе де, сымбатының сыры кетпей, бетіндегі бір-екі талай-жібін опа-далаппен әспеттеп жасыратын. Тырнағы мен шаштарына арнайы маска қолданып, саусақтары сүйріктей, қара толқын шаштары сусылдап жүретін. Тістері жарқырап, күлкісімен көрінген кісіні баурап әкететін. Сапар келіншегіне әлі күнге дейін қашық. Жұмыс істетпеймін деп үйленгенде сөз бергенімен, тағдырдың маңдайға жазғанынан қашып құтыла ма? Амал жоқ, қашанғы бауырлары мен әке-шешесінен қаражат қарызға сұрай берсін. Жұмысқа сұлу келіншектің келгенінен хабары бар еркісілер әзілді сөздерін қиыстырып, реті келсе Гүлжанмен сөйлесіп, тиісіп, қағытпауды әдетке айналдырды. Гүлжан қылтың сынылтынды ұната бермейтін. Бар ойы, жұмысын ойдағыдай атқарып, жалақысын жолдасына әкеп бергісі келді. Көп ұзамай, алғашқы табысын қолына алып,
үй ішіне береке кіргендей отбасы мәз-мейрам болды. Жұмысында асханашы Мадина апайдың туылған күні атап өтілді. Сонымен туған күн басталып кетті. Үйіне қайтуға асыққан Гүлжаннан әріптестері қалуын өтініп, кешті көңілді өткізуге тырысып бақты. Ішімдік де берілді. Бір сәт құттықтап кіруге келген директор орынбасары да әріптестерімен қызықты отырысқа куә болды. Аздап қызып қалған Гүлжан бар өнерін ортаға салып, ашыла түсті. Сықылықтап күліп, нақышына келтіріп, бөксесін бұлқылдатып, саусақтарын шықырлатып, еркек атаулыны өзіне еріксіз қаратты. Қарғадай қадалып, директор орынбасары Болаттың да отырыстан қайтар ойы жоқ. Ауыздарының суы құрып, келіншектің ісінген омырауы мен биеменен ырғалғанына көздері тоймай, ойлары сан-саққа кетіп отыр. Сонымен кеш көңілді өтіп, үйді-үйіне тарқасты. Гүлжанға сұқталған еркектер бір сәт естерін жиып, ақылдарына ерік беріп, үйіндегі бәйбішелерін ойлады. Үйіне жиналып, сөмкесін асынып жолға шыққан Гүлжанға Болат мәшинесін оталдырып, шығарып салуға ұсыныс білдірді. Кеш қарайып қалғасын, келіспеуге амалы қалмады. Тартымды келіншекті көлігіне отырғызып, тура үйіне тартпай, ұзақ көшені таңдап, Гүлжанды әңгімеге тартты. Болат отбасылы азамат болса да, келіншекке қатты ой кетті. Ғашықтық сезімі бойын шарпып, көздерін қарауытты. Көлігін жолдың шетіне тоқтатып, Гүлжанға үңіле қарады. Онсыз да бойларында қызулары бар екеуі тұра еріндеріне жабысты. Кетәрі болмаған келіншектің мойнынан иіскеп, өз-өзіне жауап беруден қалды. Болаттың тым артық кетіп жатқан сезген Гүлжан дереу есін жиып алды да, «Мені үйге жеткізіңіз» деді. Бір сәт сезімнің жетегіне кеткен азамат мәшинесін айдай жөнелді. Есігінің алдына қалдырып кетті. Үйіне келсе, жарық сөндірулі, бәрі ұйқыға кеткен екен. Дереу үсті басын шайып, киімін ауыстырып, төсегіне жата кетті. Күйеуінің қорылынан біраз уақытқа дейін ұйықтай алмай, болған жайтты кері айналдырып, көліктегі көріністі есіне алып, бірде жымиып, бірде өкініп, қалай ұйқыға кеткенін білмей қалды. Ертеңіне кезекшілікке жұмысқа барғысы келмей, әр нәрсені сылтауратып, үйінде отбасымен отырғысы келді. Қипақтап жүрген келіншегіне бір жайт болған сезген Сапар «Не болып жүр?» деп сұрай қалып еді, ашумен «Не болушы еді? Шаршадым жұмыстан. Мойныма бар ауыртпалықты салып қойдың. Енді қалай жүруім керек?» деп айғайлап берді. Шынымен, жұмыс ауыр болар деген ойда қалған Сапар ендігі келіншегінің мазасын алмауға тырысты. Балаларына өзі қарап, сабақтарына көмектесті. Гүлжанның қанша сылтауратқанымен жұмыстың аты жұмыс, баруына тура келді. Түскі ас уақытында Болат Гүлжанды көруге асықты. Себебі лагерь қызметкерлері түскі асты бір дастархан басында ішетін. Гүлжан қабағын төмен салып, қанша Болаттың бетіне қарамауға тырысқанымен, ту сыртынан бақылап, қиылған қасы мен созылған кірпіктеріне найзадай тесіліп отырғанын сезді. Асын ішер-ішпес батасын қайырып, орнынан тұрып кетті. Болатқа келіншектің назданғаны майдай жағып, қылықтарына марқайып қалды. Жұмыс барысында әр нәрсені сылтауратып, Гүлжанды шақыртып, тапсырмалар бергіштеп кетті. Оның бар ойы келіншекпен сәтін салса көңілін жарастыру еді. Тағы да кабинетіне шақыртты. Онсыз да өткендегі басынан өткергенін ұмыта алмай, жер сүзіп жүрген келіншектің ашудан жарылардай халі келді. Есікті тарс жауып, «Не керек сізге? Сен керексің. Неге менің қыр соңымнан қалмай қойдыңыз? Біле білсеңіз, мен тұрмыстағы келіншекпін. Нанымды адал жемеуіме мұрсат беріңіз. Менің арымды таптамаңыз. Кешір, Гүлжан, менің ондай ойым жоқ еді, бірақ не? Не дегіңіз келіп тұр? Менің сені көргім келіп тұрады. Шашыңның иісі, ерніңнің дәмі еш кетер емес» деді де, онсыз да ашудан жарылардай болып тұрған Гүлжанды құшақтап алды. Қарсыласып қолдарын шешіп әуре болғанымен, ер кісінің қара күшіне әлі жетпеді. «Неге қарсыласасың? Мен саған ажырас деп жатырмын ба? Жай ғана менімен көңіл қосшы жаным» деп бетіне сүйді де Гүлжанның жауабын тосты. Күн сайын Гүлжанға лебізін білдіріп, жылы сөздерін аямады. Үйіндегі күйзелісте жүрген күйеуінен шаршаған келіншектің де бүйрегі Болатқа бұра бастады. Жылы сөздеріне балқып, кабинетіне жиі барғыштады. Мойнына асылып, наздана еркелеп, қарым-қатынастары өршелене түсті. Күйеуінен жылылық іздемей,
айдаладағы Болаттың ермегіне айналды. Сапар келіншегінің бүлініп жүргенін байқап, інісі екеуі аңдуға кірісті. Жұмыстан кешігуді жиреткен келіншек бұл жолы да Болатпен әмпей-жәмпей тірлігін жасап, нәпсісі тойып, құмары қанып, көңілденіп көлігінен түскенін көрген қайнысы Болаттың жағасына жабысты. Араларында не бар деумен жауабын алмай соққыға жықты. Екі оттың арасында біресе қайнысына, біресе көңілдесіне көмектесерін білмей, ажырата алмай әлек болды. Беттерінен бет қалмай көкала қойдай болған екеуін көршілері ажыратып алды. Жұмыстағы қызметтесім деп ақталғанымен, Болаттың күнделікті Гүлжанды көлігімен үйіне әкеліп тастауы барша жұрттың күдігін ұялатқаны қашан. Араларында бір нәрсе бар-ау деп аулада отырған өсекші әйелдерден әңгіме атылсын ба? Мұның бәрі жаны мен жанбайына батып жүрген Сапар келіншегін сөзге тартты. Мойындамай баяғы долылығына салынып, айқайына басқан келіншек бірденеден басы айналып жерге құлап түсті. Не болғанын түсіне алмай дереу жерде жәрдем шақыртты. Ойламаған жерден келіншегінің аяғының ауырлығын естіген Сапар Гүлжаннан кешірім сұрап, енді ренжітпеймін деп кешірім сұрап, көңілін тауып бәйек болып жүр. Гүлжан болса күдіктің астында қалды. Қалайша деген ойда жатты. Есі кіресілі шығасылы кереуетте жатып, не ойларын білмей басы қатты. Соңғы айда Сапар екеуінің жақын қатынастары есіне түспей, Болатпен әуейі шақтары маза бермей, дамыл таба алмады. Сапардың ойында түк жоқ. Жан басы толығатын болды деумен жүр. Сауығып, жұмысына қайта оралды. Жүрегі тас төбесіне шығып, Болаттың кабинетіне кіріп кетті. Сөздің тоқ өтерін айтып еді, орнын атып тұрып, жалаңды жаппа деді де шығып кетті. Сан соғып қалған Гүлжан шарасыз халде. Болат артын тазалау үшін Гүлжанның атын шығарып жіберді. Гү-гү гаптың ақыры бүкіл ауылға тарап, Сапардың інісі Болаттың быт-шытын шығарып сабап кетті. Болат жансақтау бөлімінен бірақ шықты. Сапар әйелінің теріс жүрісін көтере алмай, сарайына асылып қалды. Онсыз да екі бөлек жатып жүрген Гүлжан ертемен сыртқа шығып, сарайдың есігінің ашық екенін байқап, қарап көріп еді, көзі шарасынан шығып, бар даусымен айғайлап, Сапардың аяғынан тартып әлек болды. Бірақ бәрі кеш еді. Сапар келмеске кетті. Елге қарабет болып, етек-жеңі жасқа толған Гүлжан тіреулікке айналды. Қатты күйзелістен іштегі шаранасы шетінеп кетті. Басына бәле боп, ойнастан олжаланған баласын әу баста өліп қалған қалап еді. Мұнысы да орындалды. Енесі Сапардан қалған тұяқтарын өзімен бірге алып кетті. Себебі анасының теріс жолда жүріп, тәрбиеден марқұм өсіріп, туысына теріс айналар деп ойлады. Сонымен Гүлжан қу тізесін құшақтап, жалғыз өзі масқара күйде қалды. Сапардың інісі сотталып істі болды, ал Болаттың түгі де кеткен жоқ. Ендігі басқа етекті аңдып жүрген болар-ау шамасы. Назарларыңызға рахмет. Өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.